Құрметті тыңдармандар, аудармаш арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға үздік таңдамалы аудармалар ұсынылады. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймыз. Өгей шеше, 19 бөлім. Осылай де, сөйлестік деп қайталады Иван, алақанымен ісіп бара жатқан көзін басып. Андрей ескертусіз ұрды. Оның жалғыз қолы Ваня сөйлей бастағанда бірден жұдырыққа жұмылды. Содан кейін ол ұрып, Иван оған жауап бере ме деп бірнеше секунд күтті. Иван атылмады. Мүгедекпен қалай төбелесесің? Мүмкін іштей Ваня өзін кінәлі де сезінген шығар. Ол Тоняның жұмыстан оралмайтынын білген. Кешкісін-ақ оның қайда болу мүмкін екенін болжап, Лизаны милицияға барудан ұстап қалған еді. Ал таңертең оған шақыру қағазын әкелгенде сенімді болды. Тоняны қамап тастаған. Андреймен әңгіме қысқа болды. Иван шақыру қағазы туралы да, асабиспен сөйлескені туралы да ештеңені жасырмады. Өз әйелің туралы не деп айттың сонша? Андрейдің жұдырығы алғаш рет түйілді. Ештеңе де айтқан жоқпын, деп ашуланды Иван. Мен не білемін? Ол кезде мен Ключевкада болған жоқпын. Андрей жұдырығын ашып басын ұстады. Ал Иван өзін ақтауын жалғастырды. Тоняның әкесімен қарым-қатынас туралы ештеңе білмеймін. Сол адамға да солай айттым. Мен хабардар емеспін дедім. Қалыпты қарым-қатынас дедім. Ол тіпті Антонинаның әкесімен бір болу мүмкін бе деп сұрады. Ал мен хабарсызбын ғой. Маған неге ондай сұрақ қояды? Міне осы кезде Андрейдің жұдырығы қайтадан жұмылды. Хабарсызбын дейсің бе? Ештеңе білмеймін дейсің бе? Сен не ақмақ болып отырсың? Сен өзіңнің күмәніңді білдіргеніңді түсінбейсің бе? Сен ешқашан, ешқандай жағдайда Антонинаның немістерге жұмыс істемейтінін айтуың керек еді. Ал сен білмеймін, хабарсызбын дейсің. Осылайша сен Тоняның негізінде істей алатынын растағандай болдың. Мүмкін істегенде шығар. Мен қайдан білейін? Деп Иван өзін әлі де ақтап алуға тырысты. Андрей оны ұрып жіберді. Ызалана, жек көрінішпен қарап ұрды. Бірнеше секунд күтті де үнсіз кетіп қалды. Артынан бөлмеге Лиза мен Степка жүгіріп келді. Степка ештеңе түсінбеді. Ол ақшыл көздерін жыпылықтатып, «Әке, Андреяға неге сен ұрды?» деп сұрады. Ер адамдар арасында ондай болып тұрады. Пікіріміз келіспеді, деді Иван алақанымен көзін басып тұрып мысқылдай жымиды. Екінші анық көріп тұрған көзімен Лизаның қалай қарап тұрғанын байқады. Ол ересек қыз, оны алдай алмайсың. Қабағын түйіп күдіктене қарап тұрды. «Әке, сендер анам үшін сөзге келдіңдер ғой. Ол қайда екенін білесің бе?» Иван бастапқыда жауап бермеді. Қолын бетінен алып, есік жанында ілеулі тұрған ағаш жақтаулы бұлдыр айнаға жақындады. Бұл айнаның жанында Антонина мен Лиза шаштарын тарайтын. Айна жағымсыз көріністі көрсетті. Көзі жұмылып қалған. Әлі ашық қызыл болғанымен күлгін реңк бере бастаған. Осындай түрмен қандайда бір майор Чеботаревке қалай барады? Иван айнаның жанында ұзақ тұрды. Бұрылғысы келмеді. Арқасымен қызының ашулы көзқарасын сезді. Степка да үнсіз қалды. Ол да шиеленісті сезді. Ол тек Лизадан әкесінен Лизаға кезекпе-кезек қарап тұрды. «Әке, анама не болғанын білесің бе жоқ па?» Лизаның дауысынан қатқыл суықтық естілді. «Қыздың мінезі бар екен», деп таңғалды Иван. «Қызық, Настена жуас болған сияқты еді». «Аналарыңды қамап тастады», деп ауыр күрсініп, ер адам балаларына бұрылды. «Ұстады, түсінікті ме? Немістерге көмектесті деп күдіктеніп отыр. Мені де міне шақырып жатыр, ал мен не білемін?» «Қалайша? Немістерге көмектесті? Қай немістерге? Қашан?» Степка анасын аяп жыламсырай бастады. Үлкен бала болса да жылап қалатын сияқты. Ал Лиза болса қатты ашуланды. «Сен қалайша білмейсің? Нені білмейсің? Біз саған бәрін айттық қой.
Ол мені құтқарды, немісті өлтірді. Өмірін қатерге тігіп, Матвей Григорьевичке тапаншаны кезеніп жертөлеге қамады. Сен бәрін білесің, біз саған айттық қой, ал сен... Лизаның дауысы айқайға ұласып, Иванның жүзі ашудан қызарып кетті. Аузыңды жап, әкеңмен сөйлесіп тұрсың. Антонина сендерді еркелетіп жіберген екен. Жарайды, Степка, ол әлі кішкентай, бірақ сен, Лиза, ол сенің анаң емес. Өгей шешең екенін түсінбей тұрсың ба? Сені таяқпен ұрып, үнемі балағаттап жәбірлейтін өгей шешең. Қандай фашист саған қарауы мүмкін? Сен әлі кішкентай бала болдың ғой. Мүмкін? Мен бұлай болды деп айтпаймын, бірақ бәрі де сахналастырылған болуы мүмкін. Сендердің алдарыңда ойналған, ал неміс тірі қалған шығар. Нені сахналастырды? Нені? Орман ішінде аштан, суықтан өліп бара жатқанымызды ма? Анамның батпаққа батып кеткенім бе? Анамның өгей шеше емес, Сосновкадағы Матрена әженің өлімін де сахналастырды ма? Сен нағыз сұмырайсың. Иван ашуланып кетті. Мына жәдігөй қалай оны балағаттауға батылы барды? Ол бүкіл соғысты бастан өткерген, ауыр жарақат алған. Олардың өмірін оқ пен фашистік снарядтардан қорғаған адам. Ақыры ол оның әкесі ғой. Оны құрметтеп, мұндай нәрсеге жол бермеу керек. Иван қызына қарай қадам басып, оның бетінен салып жіберді. Лиза дір етпеді. Әкесінің алақаны қызыл із қалдырған бетінде ұстамады. Ол оған үлкен, әдемі көздерімен қарады. Көздері жек көрініш сезіміне толы еді. Иван қызының көзқарасын түсініп үлгермеді. Ол есікті айқара ашып сыртқа атып шықты. Степканың мұрны қызарып жыламсырай бастады. Бала олардың отбасына үлкен қиындық келгенін, соғыс жылдарында бастан кешкен қиындықтардан да жаман болуы мүмкін екенін түсінді. Ол кезде анасы қашанды жанында болатын. Ал қазір ол жоқ. Бөлмеде бұл адам, сонша күткен, бірақ кенеттен бөтен болып шыққан әкесі тұр. Андрей аға ғана оған қарағанда жақынырақ сияқты. Неге жылайсың? Сен еркексің ғой, ал еркектер жыламайды. Егер анаң ештеңеге кінәлі болмаса, оны босатады. Ал егер босатпаса, демек, ол ондай кінәсіз емес. Мектепке баратын уақытың болған жоқ па? Сен неге әлі осындасың? Сабағына алдағашан кешіккен Степка дәптерлерін жинай бастады. Ол мектепке бармайтынын білді. Анасының оралуына үміттеніп, жатақхана маңында қаңғырып жүретін болып шешті. Иван ұлының бөлмеден шыққанын күтті. Үстелге жақындап шақыру қағазын алды. Майор Чеботаревке 2 сағаттан кейін баруы керек. Әлі ерте сияқты, бірақ екінші жағынан Иван қаланы білмейді. Мүмкін мекенжайға жетуге 2 сағаттан да көп уақыт кетер ме? Ер адам шақыру қағазын бүктеп, гимнастеркасының кеуде қалтасына салды. Шығар алдында айнаға тағы бір қарады. Көзі ісіп кеткен, қорқынышты тыртығы бар тақыр бас. Оған қазір жәрмеңкеде балаларды қорқытуға, циркке маймылдармен бірге баруға ғана жарағандай. Ваня өз ойларына жымайғысы келді. Өзін жігерлендіруге тырысты. Бірақ қолынан келмеді. Жан дүниесінде қараңғылық пен сұмырай сияқты әрекет етіп жатқанынан жағымсыз сезім бар еді. Қызының айқайлаған сөзі құлағында әлі де естіліп тұрды. Жатақхана қабатында тыныштық орнаған. Түнгі ауысымда жұмыс істейтіндердің көбі үйде болатын. Олар бөлмелерінде тыныш отырып, Антонинаның отбасына қиыншылықтар келгенін түсініп тұрды. Жатақханада дыбыс өте жақсы естілетін, ал Лиза жіңішке дауысымен айқайлағандықтан көбі естігені анық. Иван басын иығына тығып, тезірек сыртқа шығып кетуге тырысты. Дәл осы сәтте өз бөлмесінен бір қолды сарбаз да әскери гимнастеркасын киіп шықты. Бос жеңі байланған, ал кеудесінде даңқ ордені мен бірнеше медальдары бар. Иванда ешқандай марапат жоқ еді. Ол жұтынып, көзін тайдырды. Ер адамдар сөйлеспеді. Олар бір дәлізбен бөтен адамдай, бір-бірінен бірнеше қадам қашықтықта жүріп өтті. Сыртқа шыққан соң, әрқайсысы өз жолымен кетті. Иванның ертерек шығу туралы шешімі дұрыс болды.
Жетуге көп уақыт кетті. Жолдың біраз бөлігін трамваймен жүріп, содан кейін қала орталығында біраз адасты. Ғимарат орталықта орналасса да, тар көшенің бірінде тұр екен. Көз тартпайтын, 2 қабатты, және кейбір терезелерінде темір торлар бар қорқынышты ғимарат екен. Қақпада Иван ұсынған шақыру қағазын мұқият тексеріп, қайда бару керектігін түсіндірген солдат тұрды. Майор Чеботарев ерекше келбетті, нағыз кеңестік әскери адамның үлгісіндей болып шықты. Ол Иванды көргенде ернінің бұрыштарын көтеріп жымиғандай болды. Жолдас Свиридов, сізге не болды? Шабуыл ма? Құлап қалдым, деп Иван көбірлеп, майор оған орындыққа отыруды нұсқағанша, есік жанында аяғын ауыстырып тұрып қалды. Мен сізді ұзақ ұстамаймын. Қарапайым рәсімдеу. Сіз айғақтарыңызды бердіңіз, тек қол қою қалды. Майор Иванға қағазды жақындатып, жанына қаламды ұқыпты қойып басын изеді. Қол қойыңыз. Бұл не? Иван жазуы әдемі, тегіс қағазға жазылған мәтінді жылдам шолып өтті. Мен бұған қол қоймаймын. Мен мұндайды айтқан жоқпын, деді кенеттен қарлыққан дауыспен. Мен Антонинаның әкесімен сөз байласып, фашистерге зауыт жұмысы туралы мәлімет берген растай алмаймын. Мен мұны айтқан жоқпын. Мен ештеңе білмейтінімді ғана айттым. Сонда, өз әйеліңіздің кім екенін білмейтініңіз қалай? Чеботарев қатаң қарады. Тегіс қастары мұрнының үстіне жиылды. Жай ғана жауаптарыңызға қол қойыңыз. Жоқ, мен бұған қол қоймаймын. Бұл шындыққа жанаспайды. Иван қағазды өзінен итеріп тастады. Асығыс қимылдағаны сонша сәл мыжып алды. Ешқашан қол қоймаймын. Бұл тым артық. Мен мұндайды айтқан жоқпын. Қол қоймайсыз ба сонда? Чеботарев орнынан тұрып, терезеге жақындап, қолын артына айқастырды. Иванмен солай арқасын беріп тұрып сөйлесті. Азамат Свиридов, мен өз жұмысыма байланысты сіз туралы мәлімет жинауға міндетті екенімді сіз түсініп тұрсыз ғой. Сіз 1 ай бойы қоршауда болдыңыз. Осы уақыт ішінде неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сіз тұтқында болған шығарсыз. Немістер сізді жалдап алуы да мүмкін. Бәлкім сол себепті сіз фашистерге көмектескен әйелге қарсы айғақтарға қол қойғыңыз келмейтін шығар. Әлде оған жанашырлық танытып тұрсыз ба? Сіз не деп тұрсыз? Иванның сау көзі шарасынан шығып кете жаздап, ісіп тұрған көзі шаншып, ал басындағы тыртығы солқылдап кетті. Мені бұрында тергеген, госпитальда тергеген. Мен барлық сұрақтарға жауап бердім. Госпитальда дейсіз ба? Чеботаревтың жүзін көрмесе де, Иван оның дауысынан мысқылдап тұрғанын естіді. Ол кезде сізді кім тергеді? Саяси қызметкер ме? Асығыс па? Азамат Свиридов, жеңістен кейін сіз де біртүрлі әрекет еткеніңізді мойындаңыз. Әйеліңіз бен балаларыңызға оралудың орнына, сіз біраз уақыт Кинель қаласында тұрып, тіпті сол жерге жұмысқа орналасуға тырыстыңыз. Бұл туралы не айта аласыз? Бұл жеке мәселе. Иван тұтыға бастады. Оған терезе жанында тұрған адам жабысқақ өрмегін тоқып, сол торға бұны орап бара жатқандай көрінді. Қазір майор оны толықтай орап алып, Антонинаның жанындағы камераға сүйреп апарады. Соғыстан оралып, ауыр жарақат алған адам жасамаған іс үшін жауап беретін болады. Және ол енді ешқашан Анечканы да, Сережаны да көрмейді. Мұның бәрі Тоньканың кесірінен, бәрі соның кесірінен. Қараңызшы, жолдас Свиридов. Чеботарев терезеден бұрылғанда оның дауысы тағы өзгеріп, жағымды, тіпті мейірімді болып естілді. Мен сізге сенемін. Көптеген адамдар қоршауда қалып, адал кеңес сарбаздары болып қалды. Сонымен қатар жеке өмір, қарым-қатынас, неше түрлі жағдайлар болып тұрады. Мен сізге сенемін. Бірақ қазір сіз әйеліңізге қарсы жазылған қағазға қол қоюдан бас тартып, өзіңізге үлкен қауіп төндіріп тұрсыз. Оның кінәсі дәлелденген деуге болады. Ал сіздің фашист көмекшісіне деген жанашырлығыңыз сізге жаман әсер етуі мүмкін. Сізге тек айғаққа қол қойып, ажырасуды рәсімдеу керек. Әйеліңізге тағылған айыптардың аясында сіз өте тез ажырасасыз. Өтінем, сіздің қоршаудан қалай шыққаныңызды қайта тексеруге мені мәжбүрлемеңізші. 1 минуттан кейін Иван майордың кабинетінен атып шықты.
Қолы дірілдеп тұрды. Дәл сол қолымен ол жаңа ғана Тоняға қарсы айғақтарға қол қойған еді. Таңертең Андрей оны ұрған кезде Иван өзінің дұрыс істегеніне сенімді болған. Өзін нағыз кеңес адамы сияқты ұстаймын деп ойлады. Шындықты ғана айтамын деп сенді. Ол Тоняның қалай өмір сүргенін білмеді, сол туралы ғана айтты. Кішкене кінә сезімі болды, бірақ 200-ді адам емеспін деп ойлады. Ал қазір Қазір ол сұмырай. Иван өзін дәл солай сезінді. Қыз айтқандай, нағыз сұмырай сияқты. Красный Октябрь зауыты директорының кабинетінде тыныштық орнаған. Үстел сағатының тықылы естілетіндей тыныштық. Екі ер адам бір-біріне қарама-қарсы отырып, ойға батты. Директор терең ойға шомып, бір қолды сарбаздың кеудесіндегі ордендер мен медальдарға қарады. Андрейдің ойына директордың кенеттен қартайып кеткені келді. Соғыс жылдарында ең ауыр кезеңдерде ол мықты болып ширақ жүретін, ал қазір лезде шаршап, бетінде әжімдер пайда болып, жасын көрсетіп, шаршаған көздерінің қабақтары салбырап қалғандай. Директор жас емес. Ол нешеде? 60-тан асып, 70-ке жақындаған бекен? Сенің марапаттарың көмектеспейді, Андрей, деді директор үнсіздікті бұза, ауыр күрсініп. Антонинаны қорғай алмадық. Қолымыздан келмеді. Мен де енді көмектесе алмаймын. Маған да біздің особист күш көрсетпек болды. Мінездемеден кейін айнала жүгіріп сілекейін шашырата ызаланды. Бірақ мен оған шағылмайтын жаңғақпын ғой. Ал Антонина... Әттең, Антонина. Бірақ сіз оған сенесіз ғой. Сенесіз бе? Деді Андрей қайнап. Бұл қалайша? Неге біздің кеңестік билік кінәсіз адамды ұстайды? Тоня кейбір сарбаздардан артық соғысты. Ол офицерді өлтірді. Ал оған сондай айып тағып жатыр. Бұл қалай болуы мүмкін? Болмайды, Андрей, болмайды. Бірақ сен орманды кессе жаңқасы ұшады деген мақалды білесің бе? Антонина дәл сол жаңқа сияқты. Ал біздің елде орман қалың, ну болып өсіп кеткен. Отанымызда қанша жау қалғаны жайында естуім бар. Мысалы, фашистер біздің сатқындардан тұтас роталар құрғанын білесің бе? Оларды оқытып тылымызға жіберген. Олар диверсиялар жасап, адамдарды өз жағына тартып, құпия мәліметтерді беру керек болған. Отанымыздың кең байтақ даласында олардың қаншасы қалғанын білесің бе? Олар соншалықты шебер жасырынатын болғандықтан, анықтау өте қиын. Міне, олар орман, ал біздің Антонина жаңқа. Оның әкесімен жолы болмады. Сіз мұның бәрін қайдан білесіз? Сізде мұндай мәліметтер қайдан? Мәліметтер менде, қалай десек екен, ең сенімді дерек көздерден. Мейлі, не болса болсын. Директор қысқа толық саусақтарымен қолын сілкіп жіберді. Антонина үшін күресеміз әлі. Әйтпесем, мұны істемесем, тыныш ұйықтай алмаймын. Әрине, күйеу баланы тартқым келмеген еді. Оның онсыз да жұмысы көп, бірақ енді амалы жоқ сияқты. Мені мұқият тыңда, Андрей. Менің күйеу балам Алексей Васильевич Кувшинов. Смерште жұмыс істейді. Сондай ұйым бар. Ол нақты диверсанттар мен тыңшыларды ұстаумен айналысады. Күйеу балам жас болса да өте қабілетті. Ол тылда отырмаған, әрдайым алдыңғы шепте болған. Командир қаза тапқанда ротаны шайқасқа бастап барған кездерде болған. Ал қазір жұмысы одан да көп. Алеша үйде болмайды, үнемі ел аралап жүреді. Оның қазір келгені сен үшін үлкен сәттілік. Ұзаққа келген жоқ, отбасымен қауышуға келді. Қызың қуанышын жасыра алмай жүр. Қысқасы, Иван, мен саған мекен жайын берем. Ал Алексейге сенің келетіңді айтып қоям. Енді бәрі тек сенің қолыңда. Алексейді Антонинаның кінәсіз екеніне сендіре алсаң, ол оны қорғап қалады. Мен саған уәде берем. Күйеу балам өте әділ адам. Мен оны мақтан тұтам. Ол жауларды қатыгездікпен жек көреді. Оларды қарағылықпен қудалайды. Бірақ дәл сондай ызамен шындықты да қорғайды. Алайда оның қателескен кездері де болған. Алексей әлі күнге дейін соны өзінен кешіре алмайды. Соғыс кезінде бір кінәсіз адам атылған еді. Ой, оны саған несін айтып отырмын. Ең бастысы, Алексейге білетініңді айтып қойма. Дәл осы оқиғаға байланысты ол сенімен сөйлесетін шығар деп ойлаймын.
Ең бастысы, оны бірден сендір. Естіп тұрсың ба? Сендір. Терлеген алақанына мекенжай жазылған қағазды мықтап қысып, Андрей зауыт қақпасынан шықты. Бұл қағаз Тоня үшін жалғыз үміт, жалғыз мүмкіндік. Андрей бұл мүмкіндікті пайдаланады. Смерште жұмыс істейтін директордың күйеу баласын сендіру үшін бар шешендігін қолданады. Андрей Тоняның өміріне соншалықты еніп кеткен, тіпті бәрін өз көзімен көргендей сезінді. Онымен бірге фашисті ағашпен ұрып, онымен бірге ормандарды кезіп, қарт Матрёнаның үйінде жасырынған. Өкініштісі, сезімді іске қоса алмайсың. Ол бәрін тек Тоняның сөздерінен ғана айталады. Ал оған нақты куәгерлер қажет. Андрей мекенжай жазылған қағазды ашып көрген соң, трамвай аялдамасына қарай адымдап бара жатқан еді. Кенет тоқтап қалды. Ол бірден бұрылып, қарама-қарсы бағытқа, зауыт жатақханасы жаққа қарай жүгірді. Ол ең шынайы және ең сенімді куәгер кім бола алатынын түсінді. Балалар. Олар бәрін көрді, бәрін сезінді. Олар өтірік айта алмайды. Оларды міндетті түрде өзімен бірге алу керек. 3 бала, 3 қорғансыз торғайдай, жатақхананың алдында отырды. Ортада Лиза, екі жағында 2 ұл. Бір-біріне жабысып көңілсіз отыр. Сен неге мектепте емессің? Деп сұрады Андрей ұлынан, жауабын білсе де. Степканың анасы жоғалып кетті, деді Гриша күңкілдеп. Түсінікті. Жақын досының басына осындай қиындық түскенде, бала сабағын қалай оқысын? Андрей мұны түсінгенімен, ұлына жатақхананың есігін нұсқады. Сен бөлмеңе бар, ал мен Лиза мен Степканы алып кетуім керек. Бір адамға барамыз. Анамызға ма? Деп Лиза атып тұрды. Андрей аға, сіз оның қайда екенін білдіңіз бе? Біз оған барамыз ба? Жоқ, анаңа емес. Біз анаңды ақтай алатын адамға барамыз. Ол өте маңызды адам. Лиза, Степа, сіздерден Ключевкада болған оқиғаның бәрін оған өте адал айтып берулерін қажет. Зауыт директоры қызының отбасы ерекшелеу үйде тұрды. Айналасы қоршалған ақ түсті 3 қабатты үй, кіреберісінде консьерж отыр. Сырттай қарапайым азаматтық киімдегі ер адам болса да, оның әскери тәртібі сезіліп тұрды. Балаларға көз тастап, консьерж Андрейді сұрақтың астына алды. Қайда бара жатқанын білген соң құжаттарын көрсетуін сұрады. Андрейде өзімен тек зауыттың рұқсат қағазы ғана бар еді. Консьерж оны мұқият тексеріп, жоғары көтерілуге рұқсат берді. Алексей Васильевич Кувшинов әр кеткенде 30 жас шамасындағы ер адам болатын. Бойы ұзын, арық денелі, ол СМЕРШ сияқты маңызды ұйымның қызметкеріне ұқсамайтын. Андрейге оның тұтас бір ротаны шабуылға бастап барғанына сену қиынға соқты. Алғашында сену қиын болды, бірақ оның көздеріне қарап, басындағы ақ шаш шоғырын көргенде бәрі өзгерді. Алексейдің көздері көпті көрген адамның көздері, ал дауысы бұйрықты қатал еді. Мен сізді жалғыз келеді деп күткен едім, деді Алексей балаларға қарап. Жарайды, кабинетіме өтейік. Салтанатты пәтерде жеке жұмыс кабинеті, дәлізде телефон аппараты бар екен. Кең бөлмеден зауыт директорының жас қызы, яғни Алексейдің әйелі көрініп, арғы жағынан баланың күлкісі естілді. Алексей тар есіктен бірінші болып кіріп жарықты жақты. Андрей неге екенін түсінді. Бұл бөлмеге кабинет деген атау тым жоғары еді. Өйткені ол терезесіз, кішкентай, тек қарапайым қалқамен бөлінген бөлмеге ұқсайтын. Бұрышта биік темір сейф, жанында қағаздар үйіліп жатқан жазу үстелі тұр. Орындық біреу ғана болғандықтан Алексей шығып 2 орындық әкелді. Бала тұра тұрсын, деп Степаға изеді. Мен тұрамын, деді Лиза ширығып, отыра алмаймын. Жақсы, деп үй иесі басын изеді. Мен мемлекеттік қауіпсіздік капитаны Алексей Кувшиновпын. Андрей Сайкин, қатардағы жауынгер. Андрей орындыққа отыра бергенде, бойын тіктеп қолын көтерді де жауынгерше амандасты. Жарайды, отырыңыз, деп капитан қолын сілкіп жіберді. Мен істің мән-жайын біраз білемін. Бірақ қайнатам сізді маған не үшін жіберген түсінбей тұрмын. Антонина Свиридованың ісімен кім айналысатын білу үшін телефон соғып үлгердім. Майор Чеботаревті жеке танимын. Оны сыйлаймын да. Оның есебінде бірнеше жазалаушыны ұстау,
фашистік билікке жанашырлық танытқан адамдарды анықтау бар. Менің ойымша, өзі де істі реттей алады. Бірақ анам жазалаушы емес, фашистік билікке жанашырлықты танытпайды. Лизаның дауысы болаттай қатал шықты. Бөлмеде тек ол ғана тік тұрды. Ширғып қолдарын екі жағына түсіріп тұрды. Қыз бұл әңгімеге дайындалған еді. Трамвайда келе жатқанда да, жаяу жүргенде де дайындалды. Ол қатты және тым эмоцияға беріліп сөйледі. Ер адамдар оның сөзін тыңдап үнсіз қалды. Егер анам болмаса, мен қазір тірі болмас едім. Мен фашистке берілмес едім, ал ол мені өлтіріп тастар еді. Мен мұны анық білемін. Немістер ауылға кірмей тұрып, мен оны өгей шеше деп есептейтінмін. Енді білемін, ол менің анам, маған ең жақын адам. Ол фашистерді жек көреді, және мені оған бермеу үшін офицерді өлтіруге мәжбүр болды. Мұның бәрін Матвей Григорьевич, анамның әкесі көрді. Ол фашистерге қызмет етіп, соларға полицай болды. Ол анамды ұстап бергісі келді. Сонда анам немістен алған тапаншаны оған бағыттады. Біз Матвей Григорьевичті жертөлеге қамап, қашып орманда жасырындық. Сосновкаға жеткенде аштықтан әрең тұрдық. Зейнет әте бізді жасырудан қорықты. Сонда бізді Матрена әжей паналатты. Лиза сөйлеп жатқанда ер адамдар оның сөзін бөлген жоқ. Мемлекеттік қауіпсіздік капитаны Кувшинов көзін қысып мұқият тыңдады. Кейбір жерлерде басын изеп, ойша қандай да бір белгілер жасап отырды. Лиза үнсіз қалғанда ол сұрақтарын қоя бастады. Офицер шынымен өлген бе еді? Мұны қалай түсіндіңдер? Ол дәл былай жатты. Степка орындықтан атып тұрды. Бала сол кезге қайта оралып, бәрін қайта көргендей болды. Ол үшін бұл үлкен қорқыныш болған еді, сондықтан Степка ұсақ түйекке дейін ұмытпаған. Ол еденге құлап, фашисттің қолының қайырылғанына дейін көрсетті. Және көздері, оның көздері ашық болды, бір нүктеге қарап тұрды. Степа қимылдап көрсеткенде Андрейдің арқасынан мұздай тер шықты. Және қан үлкен көл болып еденге ақты. Степка орнынан тұрды. Капитан Кувшинов тағы да басын изеді. Аха, демек қан болған, көп қан. Ал сендерді паналатқан қарт әйелдің қайтыс болғанын қайдан білдіңдер? Бұл туралы кім айтты? Ешкім, деді Лиза қабағын түйіп. Степка аштықтан ағаш қабығын жеп жатқанда, Зейнет әте орманға келді. Ол Сосновка тұрғындары біз үшін жинаған тамақта келді. Олар анам екеуі Матрена туралы сөйлескен жоқ. Біз өзімізде барлығын түсіндік. Түсіндіңіздер, я? Түсінікті іске тірке алмайсың, деді Алексей Кувшинов ойланып. Ал сіз Свиридовамен батпаққа батып бара жатқанда таныстыңыздар ма? Деп ол Андрейге қарады. Жалпы маған бәрі түсінікті. Бірақ егер іс қозғалған болса, онда нақты дәлелдер, даусыз дәлелдер қажет. Ключевкаға да Сосновкаға да баруға тура келеді. Ал менде уақыт өкінішке орай өте аз. Отбасымен бірнеше күн болғым келген еді. Кейінге қалдыруға тура келеді. Білесіз бе, егер сіздің Антонина Свиридоваңыз сіз айтқандай болса, менің мұндай әйелге таңым бар. Нағыз орыс әйелі. Мұндай мықты әйелдер көп болса, біз соғысты ерте аяқтар едік. Әрине, мұндай әйел жала жабудың кесірінен сотталмауы тиіс. Ключевкада оның кінәсіздігін дәлелдейтін айғақтар табылады деп үміттенемін. Адамдар да куәлік етеді деп сенемін. Сонда отбасымен өткізетін уақытымды босқа кетірдім деп өкінбейтін шығармын. Көлікті өзім табам. Сіз менімен бірге барасыз ба? Әрине барам. Тек зауыттан сұрануым керек, деп Андрей орнынан атып тұрды. Бізде барамыз. Степка қуанып кетті. Сендер бара алмайсыңдар, деп мемлекеттік қауіпсіздік капитаны басын шайқады. Ертең таңертең жолға шығамыз. Мемлекеттік қауіпсіздік капитанының пәтерінен Андрей үміттеніп шықты. Степка қуанып тұрды, ал Лиза әлі уайымдап тұрды. Андрей аға, бәлкім сіз оны бізді өзімен бірге алуға көндірерсіз бе? Біз Ключевкадағы адамдар танимыз ғой. Қалай ойлайсың, Лиза? Ауылдағылар Антонинаның сөзін растай ма екен? Қазір сондай заман, бәрі қорқады ғой. Растайды, деді қыз салмақты түрде. Растаулары керек.